Қайырлы күн, достар, сіздермен сымбат самат. Бүгін біз 5-ші сыныптың English Plus кітабы бойынша 5-ші бетіндегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бүгінгі сабақта бізде language focus, be етістігін өтетін боламыз. Singular affirmative, яғни жекеше түрдегі болымды сөйлемдермен танысамыз. Be етістігімен жасалған. Бұл сабақтан кейін біз I can greet people, introduce people and say goodbye. Адамдармен амандасуды үйренеміз, адамдармен танысуды үйренеміз және қоштасуды үйренеміз. Бірінші тапсырма repeat the words, сөздерді қайтала. Бірінші I, мен. Екінші you, сен. Үшінші she, ол, қыздарға қатысты. Төртінші he, ол, ұлдарға қатысты. Бесінші it, ол, жансыз заттарға қатысты. Екінші тапсырма look at the table and complete the short forms with words in the dialogue on page 4. Кестедегі сөздерге қарап, төртінші бетте берілген диалогтардан мына сөздердің қысқаша түріндегі формасын алуымыз керек. Мысалы, long form I am болатын болса, оның қысқаша түрі қандай? I am, I'm, you are, he is, his, she is, she's. Және соңғысы it is, it's. Үшінші тапсырма choose the correct words, дұрыс сөздерді таңда. Бірінші hello, I am толқын. Екінші it's morning. Үшінші Mr. Frost is a teacher. Төртінші you are a student. Бесінші what is this? Алтыншы this is Lena. She is from Russia. Төртінші тапсырма complete the sentence with the words in the box. Төменде берілген сөйлемдерді бокстағы сөздерді қою арқылы толықтырып аяқтау керек. Бірінші it's a cat. Екінші Гүлнара is in this class. Үшінші hello Кайсар, you are in class 4C. Төртінші Мадина is from Шымкент. Бесінші hello, I'm your English teacher. Алтыншы what's this in English? Бесінші тапсырма complete the dialogue with 3 of the key phrases, then listen and check. Мына жерде бізде кілтті фразалар берілген. How are you? Fine, thanks. This is my friend. See you later. Bye деген сияқты. Біз мына диалогты төменде берілген осы кілтті сөздерді қою арқылы толықтыруымыз керек, мағынасына сәйкес қылып. Бірінші Rosa. Hi Tom. This is my friend Mario. Oh, hi Mario. How are you? Екінші Fine, thanks. Okay, see you later. Bye Rosa. See you later. Келесі бізде алтыншы тапсырма practice the dialogue, change the names in blue. Диалогты практиковать етуіміз керек. Диалогта көк түспен берілген адам аттарын өзгертіп, өзіміздің сыныптағы балдардың аттарын қойып айтуымыз керек. Келесі жетінші тапсырма work in pairs, жұптық жұмыс. Imagine that you are a famous people. Өзіңді бір танымал адам ретінде елестет. Say hello and introduce your friend to the class. Амандасып, досыңды сыныпқа таныстыр дейді. Төмендегі мысалда Hi, this is my friend Mikhail деген сөйлем берілген. Енді сол сияқты сіз өзіңіз сөйлем құрайсыз. Hi, this is my friend Әйгерім. Мысал үшін. Немесе Hi, this is my friend Дастан.